Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. Ендеше бүгінгі сабағымыздың ортақ тақырыбы сәулет өнері, бөлімше тұрлаусыз мүшелер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері жайлы білесің, сөйлем мүшелеріне талдауды үйренесің. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін мына түсіндірмені мұқият тыңдайық. Білгенің жөн. Сөйлемдегі бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер деп айтады. Мысалы, зәулім сарай тұрғызылды. Мұнда сарай және тұрғызылды бастауыш пен баяндауыш болғандықтан, зәулім сөзі тұрлаусыз мүше болады. Балалар, енді қорытындылайық. Сонымен тұрлаусыз мүше деп нені айтады екенбіз? Сөйлемдегі бастауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер деп атайды екен. Оларға қандай, кімге, неге, қашан, қайда және тағы да басқа сұрақтар қойылады екен. Мысалы, енді балалар, сөйлемді біз сөйлем мүшесіне талдауды үйренгенбіз өткен сабақта, Ал енді тұрлаусыз мүшесі болған кезде қалай талдайды екенбіз? Мына сөйлемге мұқият қарайық. Арман далада ойнады. Ендеше, ең бірінші, Арман не істеді? Баяндаушын тауып алайық. Арман ойнады. Бұл жерде ойнады баяндауыш. Енді бастауышты табайық бұл сөйлемдегі. Ойнады, далада ойнады кім? Арман. Яғни Арман бастауыш. Енді бұл сөйлемдегі тұрлаусыз мүшеге сұрақ қояйық. Арман қайда ойнады? Арман далада ойнады. Яғни далада деген бұл тұрлаусыз мүше екен. Бұл сөзге қайда деген сұрақ қойылады екен. Міне балалар, сөйлем мүшесіне талдаған кезде сұрақ қою арқылы анықтауымыз қажет екен. Ендеше бұл сөйлемді дәптерімізге сұрағы мен астын сызып жазып аламыз. Жақсы, енді сабағымызды жалғастырайық. Дәптерімізді ашып, 8 желтоқсан бүгінгі күн атауын жазамыз. Оқу тапсырмалары, Г әрпінің бас әрпін, кіші әрпін әдемілеп жазамыз. Жазып болсақ, балалар, енді бірінші оқу тапсырмасы, яғни сөйлемдер беріледі. Осы сөйлемдерді сөйлем мүшесіне талдаймыз. Асан мектепке келді, атасы немересін шақырды, ол шебер сөйледі. Осы үш сөйлемді көркем жазып, сөйлем мүшесіне талдаймыз. Бұл тапсырманың дескрипторы сөйлемдерді көшіріп жазады, бастауышты табады, сұрағын жазады, астын бір сызықпен сызады. Баяндауышты табады, сұрағын жазады, астын екі сызықпен сызады. Тұрлаусыз мүшені табады, сұрағын қояды, астын балалар әзірге екі сызықпен сызамыз. Көркем жазады және сауатты жазады. Бұл тапсырманы жазып болғаннан кейін, екінші оқу тапсырмасы оқулығымыздың 107 бетінде 22 жаттығу балалар. Бұл тапсырманың нұсқаулығы тиісті тыныс белгісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз және сөйлем мүшесіне талда. Бұл тапсырманың дескрипторы, яғни сөйлемдерді көшіріп жазады, тыныс белгілерін қояды. Одан кейін тұрлаулы мүшелер табады, сұрағын жазады, астын сызады. Одан кейін тұрлаусыз мүшені табады, сұрағын жазады, астын сызады балалар, астын ирек сызықпен сызамыз әзірге. Одан кейін көркем жазады, сауатты жазады. Балалар, тұрлаусыз мүшені, барлық тұрлаусыз мүшелерді оққаннан кейін барып, әр тұрлаусыз мүшенің астын қалай сызылатынын үйренеміз. Әзірге тұрлаусыз мүше кездессе, біз ирек сызықпен сызып отырамыз. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейік. Бүгінгі сабағымызда үш леп белгісі маған бәрі түсінікті. Бір леп белгісі және сұрақ белгісі әлде де сұрақтарым бар. Сұрақ белгісі әлде де қолдауды қажет етемін. Яғни себептерін жазып, дәптердің тапсырманың астына кері байланысты беруді ұмытпаңдар. Жақсы балалар, сонымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дайындаламыз.